Тақырыптық тестіміздің үй шешімін бастаймыз. Біздегі тақырып қазіргі геометриялық оптика. Бастайық. Бірінші сұрақ: геометриялық оптика нені зерттейді дейді. Біздер жалпы оптика екіге бөлінеді: толқындық оптика және геометриялық оптика. Соның ішінде геометриялық оптика жарықтың түсу сызықты бойымен таралуын зерттейді. Жалпы жарықтың таралуын зерттейді. Жарық деген неден тұрады деген сияқты нәрселер емес, жалпы тек жарықтың таралуын ғана зерттейді. Екінші сұрақ: геометриялық оптикада ортадағы бөгеттің өлшемі мен жарықтың толқын ұзындығы арасында қандай байланыс бар? Геометриялық оптикада бөгеттің өлшемі жарықтың толқын ұзындығынан, бізде D деген бөгеттің өлшемі болатын болса, жарықтың толқын ұзындығы болатын болса, жарықтың толқындығынан әлде қайда үлкен болады. Себебі жарықтың толқын ұзындығы біздегі бөгеттің өлшемі екеуі бір-біріне сәйкестене бастаған кезде, бір-біріне сәйкес болған кезде, уже бізде толқындық оптика, жарықтың толқындық қасиеті больше көріне бастайды. Ал геометриялық оптикада бізде жарық бөлшек емес, жарық толқын түрінде емес, жарық бөлшек түрінде қарастырамыз. Сол себепті оның бөгеттің өлшемі жарықтың толқын ұзындығынан әлде қайда үлкен болуы тиіс. Үшінші сұрақ: жарықтың таралуын түсіндіретін негізгі қанша заң бар? Негізгі бізде 4 заң бар, 4 заң бар. Келесі сұрақтар осы заңдарға байланысты болады. Төртінші сұрақ: жарықтың түсу сызық бойымен таралуына мысал келтіріңіз. Жалпы жарықтың таралуын түсіндіретін бірінші заң ол жарықтың түсу сызық бойымен таралуында. Таралу ол жарықтың бірінші заңы. Ал мысалы бізде не болуы мүмкін? Көбінесе кітапта келетін ол көлеңке мысал болады. Мысалы көлеңке бізде белгілі бір дене бөгет болатын болса, мөлдір емес дене. Ол дененің артында бізде көлеңке пайда болады. Ал осы бізде жарықтың түсу сызық бойымен таралуын көрсетеді. То есть оны орағытып айналып өтіп кете алмайды. Көлеңке пайда болады. Немесе ай, күндердің тұтылуы ол бізде жарықтың түсу сызық бойымен таралуына тікелей мысал бола алады. Бесінші сұрақ: жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің әрі қарай таралуына әсер етпейтінін көрсететін заң қандай заң? Бұл жарықтың тәуелсіз таралу заңы. Бұл 4 заңның екіншісі. Жарықтың тәуелсіз таралуы. То есть екі сәуле бір-бірімен кездескен кезде олар бір-бірімен соқтырысып қалмайды, бір-бірінің бағыттарын бұрып жібермейді. Дәл қалай кетті, просто бір-бірімен қиылысып дәл шарғарты өтіп кете береді. Алтыншы: жарықтың шағылу заңында не туралы айтылады? Жарықтың шағылу заңында ол жарық түскен сәуле, шағылған сәуле, жазықтыққа перпендикуляр, екі ортаны бөліп тұрған шекараға тұрғызылған перпендикуляр барлығы бір жазықтықта жатады дейді. Бұл бізде үшінші заң. Төртінші заң ол сыну заңы. Жетінші сұрақ: Ферма принципі қандай дейді? Ферма принципі ол жарықтың түсу сызық бойымен таралуына бір мысал десек болады. Себебі бір нүктеден, мысалға Адан Б нүктеге дене жарық қозғалған кезде ол осы екі жолды жүретін ең минимал жолмен жүреді дейді. То есть ол бізде түсу сызық. Жарықтың түсу сызық бойымен таралуы десек те болады. Сегізінші сұрақ: ала көлеңке дегеніміз не бұл? Ала көлеңке дегеніміз, мысалға бізде бір дене тұратын болса, мына жақтан екі жарық болатын болса, жарық көзі, мына жақта белгілі бір экран болатын болса, бұл экранда бізде көлеңке пайда болады. Мысалға мына жарық дененің мына жерге түседі, бір шетіне түскен кезде былай, былай алған кезде былай. То есть мына бірінші жарық, екінші жарық дейтін болсақ, бірінші жарық осындай бір көлеңке түсіреді. Бірінші жарықтан бізде осындай бір көлеңке пайда болады. Ал екінші жарықтан дәл солай тоже таратамыз. Былай алған кезде, мына жерде бізде екінші жарықтың көлеңкесі пайда болады. Осы екі жарықтың көлеңкесінің қосылған жерінде, мына жерде қосылады дейтін болсақ, бұл жерде бізде толық көлеңке пайда болады. То есть екі көлеңкенің қосылған жері толық көлеңке пайда болады. Ал қалған тек қана бір жарықтың әсерінен пайда болған көлеңкелер ол бізде ала көлеңкелер деп аталады. Тоғызыншы сұрақ: Юпитердің серігінің орташа айналу уақыты арқылы жарық жылдамдығын анықтаған ғалым ол бізде Рёмер. Рёмер. Тісті дөңгелекті пайдаланып жарықтың жылдамдығын анықтаған ғалым ол бізде Физо. Луи Физо. Рёмер мен бізде Ньютон жарықтың несін істейді? Жарықтың астрономиялық жылдамдығын, астрономиялық денелер бойынша жарықтың жылдамдығын анықтауға тырысқан. Ал Физо ол лабораториялық эксперименттік әдіспен. 11-ші сұрақ: айналық шағылу мен шашыраудың арасында қандай айырмашылық бар? Айналық шағылу деген тегіс беттен шағылады, ал шашырау деген кедір бұдыр беттерден. Айналық шағылған сәулелер барлығы бір-біріне параллель бағытта кетеді, ал шашырауда әртүрлі бағытта шашырайды. Тегіс бет дегеніміз не ол енді? Тегіс бет дегеніміз
беттің кедір бұдыры, тегіс беттің өзінде де кішкентай кедір бұдыры болуы мүмкін. Осы тегіс беттің кедір бұдырының өлшемі толқын ұзындығы мен жарықтың толқын ұзындығынан кіші болатын беттер бізде тегіс беттер деп аталады. 13-ші сұрақ, адам көзін шаршатпайтын шағылу түрі қандай? Ол шашырау, иә. Егер бізде айналық шағылу тікелей көзге келіп бүкіл жарықтар түсетін болатын болса, то есть шағылған сәулелер тікелей айналық шағылудан келіп түсетін болса, онда көзді ауыртып жібереді. Ал шашырау болған кезде ол сәулелер бізде жан-жаққа шашырайды. Осының нәтижесінде көзге келіп түсетін жарықтың мөлшері аздау болады. Шашырағандықтан сол себепті көзін шаршатпайды. 14-ші сұрақ, жазық айнаның қисықтық радиусы неге тең? Жазық айнаның қисықтық радиусы ол бізде жазық айна деген мынандай тегіс айна, иә. Бұл айнаның қисықтық радиусы тегіс болғандықтан ол шексіздікке ұмтылады. То есть оның радиусы болмайды. Бұның радиусы бізде шексіздікке ұмтылады деп айтамыз. 15-ші сұрақ, жазық айнадан алынған кескіннің кемшілігі неде? Ол симметриялығында. То есть айна бізде оң қолды сол қолды оң қол ретінде көреміз, иә. То есть осында бір кемшілігі бар симметриялығында. 16-ші сұрақ, сфералық айнаның қисықтық радиусы мен фокус аралығы арасында қандай байланыс бар? Фокус аралығы дегеніміз осының қисықтық радиустың жартысына тең, иә. Бізге осыны көрсетеді. 17-ші сұрақ, әрқашан жалған кескін беретін сфералық айнаның түрі ол бізде дөңес айналар, иә. Дөңес айна әрқашан жалған кескін береді. Ал бізде ойыс айналар жалған да беруі мүмкін, шын да кескін беруі мүмкін. 18-ші сұрақ, дененің кескінін алу үшін кем дегенде неше сәуле жүргізу қажет? Енді кітапта келеді, негізі 3 сәуле жүргізу қажет дейді. 3 сәуле арқылы біз дененің кескінін аламыз. Алайда негізінде 2 сәуле жүргізу арқылы да біз негізі кескінін алсақ болады. 19-ші сұрақ, параксиал сәулелер дегеніміз не ол? Параксиал сәулелер дегеніміз ол мынандай бұрыштық өлшемі өте кішкентай болатын, альфа деп алатын болсақ, бұрышты. Осы альфа деген бұрыш өте кішкентай болып есептелінетін бұрыштар бізде параксиал сәулелер дейді. Және бізде осы жарықтың жалпы шағылу заңы, сыну заңы деген сияқты жалпы толқындық оптикада қолданылған кезде барлығында осы параксиал сәулелеріміз бізде сәулелеріміз параксиал ретінде қолданамыз. Ол нені білдіреді? Бұл дегеніміз, то есть мына біздің гипотенуза, былай бұрыш жасайтын болсақ, мына гипотенузаны L десек, мына катетін X десек, X пен L бір-біріне өте жақын дегенді білдіреді. То есть мына бұрыш өте кішкентай. Немесе синус альфа дегеніміз ол тангенс альфа екеуі бір нәрсе дегенді білдіреді. Және де бұны шамамен просто альфа деп алсақ болады. Параксиал сәулелерде. 20-ші сұрақ, ортаның салыстырмалы сыны көрсеткіші мен абсолют сыны көрсеткішінің айырмашылығы неде дейді? Абсолют сыны көрсеткіші дегеніміз бізде көбі вакуумға қатысты болады, тікелей вакуумға қатысты. Ал салыстырмалы сыны көрсеткіші дегеніміз вакуумнан басқа бір ортаның екінші бір ортаға қатысты салыстырмалы сыны көрсеткіші. То есть сыны көрсеткіші ол салыстырмалы деп аталады. 21-ші сұрақ, ортаның оптикалық тығыздығы артқан сайын жарықтың таралу жылдамдығы қалай өзгереді? Оптиканың ортаның несі сыны көрсеткіші 2-ге тең болатын болса, онда жарықтың жылдамдығы бізде С-дан 2 есе кіші болады. То есть кемейді. Оптикалық тығыздығы артқан сайын, тығыз бола бастаған сайын жарықтың жылдамдығы бізде кеми бастайды. 22-ші сұрақ, ішкі толық шағылу орын алуы үшін қандай шарт орындалуы қажет? Ішкі толық шағылу орындалуы үшін негізі біздің неміз жарығымыз, мысалға N1 болатын болса, N2 болатын болса, N1 бізде N2-ден үлкен болу керек. Осы жағдайда бізде ішкі толық шағылу байқалады. Егер де екінші ортаның сыну көрсеткіші бірінші ортаның үлкен болып қалса, ол жерде ешқандай ішкі толық шағылу болуы мүмкін емес. 23-ші сұрақ, параллель жазық пластинка дегеніміз не ол? Жазық параллель пластинка дегеніміз екі жағы бір-біріне параллель болатын мөлдір біздің денелеріміз, пластинкалар, мөлдір денелер, ол жазық параллель пластинкалар болып аталады. 24-ші сұрақ, пластинаның қалыңдығы артқан сайын сәуленің ығысу шамасы қалай өзгереді? Мысалға бізде пластина бар, екі мөлдір орта дедік, бір-біріне перпендикуляр параллель келетін. Мысалға шыны деп алатын болсақ, осы жерге келіп жарық түскен кезде ауадан ол бүйтіп сынады, и дальше қайтадан сынады. Мынау бізде былай негізі өту керек болса, ол мынандай бір неге D деген арақашықтыққа ығысады. Осы ығысуы мына H деген қалыңдыққа тәуелділігі қандай дейді? Қалыңдық артқан сайын D да бізде артады, себебі формула бойынша
енді геометрияны біз білсек, бұның формуласын спокойно шығара аламыз. D дегеніміз h косинус бета минус альфа дейік. То есть бета керісінше альфа минус бета. То есть косинус түсу бұрышынан сыну бұрышының айырмасы косинусы, оны бөлеміз синус беттаға. И осылай бізде бұның формуласы арқылы, то есть білеміз d мен h бір-біріне тура пропорционал екендігін. Косинус синус. Жоқ, косинус синус емес, керісінше жүреді. Синус альфа минус бета, косинус бета болады бізде. Себебі мына жерде біз егер бүйтіп салатын болсақ, біз бұны спокойно шығара аламыз. Мынау бізде бета. N-ді алатын болсақ, мынау альфа. И мынау бізде мынау бета, ана жерімізде альфа минус бета, бұл бізде косинуспен жүреді. Мынаны табатын болсақ, косинуспен жүреді. И домен ол орналасқан кезде бізде синус болады. Синус альфа минус бета, косинус бета болады. Мынау бізде синус, мынау бізде косинус болады. 25-ші сұрақ. Биіктігі бірдей ыдысқа май мен су құйылған, егер ыдыстарға тиын салынса, қай ыдыстағы тиын жақынырақ көрінеді? Сыну көрсеткішіне байланысты. Енді бұл жерде сыну көрсеткіші өскен сайын, ол бізде жақындай түседі. Мынау бізде h көрінетін биіктік деп айтайық. Көрінетінді біз мынаған көбейтеміз. Сонда негіз шынайы биіктік дегеніміз көрінетін биіктіктің n-ға көбейтіндісі. Осы жерден бізде мына n артқан сайын көрінетін неміз бізде тереңдігіміз кемей береді. 26-шы сұрақ. Призмаға кірген сәуле мен шыққан сәуле арасындағы бұрыш қалай аталады? Ол бізде сындыру бұрышы деп аталады. Сондай бір нені алатын болсақ, мынау альфа, осылай жарық келіп түскен кезде, мына альфа деген бұрыш бізде сындыру бұрышы. Шеті қалың, ортасы жұқа болып келетін линзаның түрі, бұл бізде шашыратқыш линза болып табылады. Шеті мына жер қалың, ортасы жұқа. Шашыратқыш линзаның түрлеріне мысал келтіріңіз дейді. Ол бізде шашыратқыш линзаларымыз қос ойыс, жазық ойыс, и бізде дөңес ойыс болуы мүмкін. 29-шы сұрақ. Қалың линза мен жұқа линзаның айырмашылығы неде? Қалың линзада, ол бізде қалың линзаның қисықтық радиусы, оның қалыңдығымен почти шамалас болып келеді. Ал жұқа линзада керісінше радиусы үлкен болып келеді. Қалыңдығы өте кішкентай болады. 30-шы сұрақ. Жалпақ параллель сәулелер шоғырын қолданғанда бір емес, бірнеше фокустың пайда болуы, ол бізде сфералық аберрация деп аталады. Аберрация деп аталады. Бұл бізде сфералық аберрация. Ал 31-ші сұрақ. Хроматтық аберрация дегеніміз не ол? Хроматтық аберрация дегеніміз ол бізде түрлі түске жаңағыдай дисперсияға ұқсас түстерге бөлінген дақтардың пайда болуы, кескінде. 32-ші сұрақ. Кескін мен дененің геометриялық ұқсастығының бұзылуы қалай аталады? Ол бізде дисторсия деп аталады. Бұл теориялық сұрақтар. Енді 34-ші сұрақ. Фотоаппараттағы объективтің қызметі қандай? Объективтің қызметі осы жоғарыда айтылған ақаулардың барлығын жою. Жою қызметін осы бізде объектив атқарады. Сол себепті бізде фотоаппаратта кәдімгідей нақты бізде кескіндер пайда болады. Ешқандай қисықтығынсыз, ешқандай түрлі түстің, то есть әсерінсіз нағыз бізде кескіндер пайда болады. 35-ші сұрақ. Егер кескін торламаның артына түссе, бұл ақауды жою үшін қандай линзасы бар көзілдірікті тағуы тиіс дейді. Ол бізде жинағыш линза. Ол бізде торламаның артына түсетін болса, ол бізде алыстан көргіштік деген нені білдіреді. То есть алыстан көреді, бірақ жақыннан дұрыс көрмейді. Сол себепті жинағыш линзаны киеді. 36-шы сұрақ. Жазық айнаны 30 градусқа бұрғанда оның бетінен шағылатын сәуле қандай бұрышқа бұрылады? Біз білеміз, альфа тең болады бета. Значит, альфа бізде 30 градусқа бұрылса, бета тағы да 30 градусқа бұрылады. Жалпы біздің айнадан ол бізде 60 градусқа бұрылады деген сөз. 37-ші сұрақ. 60 градусқа тең екі жақты бұрыш құрайтын екі жазық айналық жүйеден жарық нүктесінің неше кескінін алуға болады? Бізде өзінің формуласы бар, n тең
360 минус альфа минус 1 деген, е. Бұл кезде бізде қандай жауап шығады? Орташа жылдамдыққа көтіп істедік. Орташа жылдамдыққа ұқсатып жібердік қой. 360 бөлу n минус 1 деген. То есть альфа бөлу. 360 бөлу 60 минус 1 бұл бізде 5 деген жауап шығады. 38-ші сұрақ. Диаметрі 6 см болатын шар тәрізді күңгірт электр шамы диаметрі 26 см болатын глобусы жарықтандырды дейді. Электр шамы бар, диаметрі 6 см дейді бізде. R1. Диаметрі 26 см болатын мынандай. D2. 26 см болатын. Глобусы жарықтандырды. Глобустан қабырғада пайда болатын толық көлеңкенің диаметрін анықтаңыз дейді. Мынандай бізде қабырға болады. Сол осы жерде бізде көлеңке пайда болады. Көлеңке қалай пайда болады? Бізде былай пайда болады. Мына қашықтықтар берілген. Шамнан глобусқа дейінгі қашықтық бізде 1 диаметр дейтін болсақ, глобус ортасынан қабырғаға дейінгі қашықтық 2. Үшбұрыштар ұқсастығы бойынша тапсақ болады. Мына жерден бір үшбұрышты аламыз. Мына жақтан бір үшбұрышты аламыз. Енді радиустарын алып болсақ 6. Үшбұрышты қарайтын болсақ, мынау менде 26, то есть 13. Сонда 1 бөлінген 13 тең болады. Мына жақтан былай қарата аламыз. Бізде 3 бөлінген x болады. X табатын болсақ, бізде қанша болады? 39 сантиметр болады. 13. Не алып кеттік? Үшбұрыш шығармай тастадық қана. Үшбұрыш шығарып алайық. Былай үшбұрыш шығарамыз. Үшбұрыш мына жерде бізде не болады? 3 сантиметр, радиусымыз 3 сантиметр, мына жерде радиус 13 сантиметр. Енді мен бірінші мына кішкентай қашықтықты тауып алуым керек, мына жерден дұрыстап сызып жіберейік. Бұл үшбұрышты. Асты көлеңке, ортасы глобус, мына жер бізде біздің неміз жарық шамы десек. Мына жердегі радиус бізде былай үшбұрышты дәл ортасынан сызатын болсақ, мына жерде радиус бізде 3 сантиметр болады. Мына жердегі R1, мына жердегі R2 радиус менде 26 сантиметр болады. Мына жерде R3. Бұл менде белгісіз. Мына жердегі қашықтық 1 метр, мынау 2 метр. Демек, мына жердегі менде кішкентай x деген нәрсе керек. Онда мен қалай жазалам? X бөлінген 3 дейм, үшбұрыштар ұқсастығы бойынша екінші үшбұрышпен алам. X плюс 1 бөлінген 26 дейм. Осылай x-ті тауып алуым керек болады. Сонда 26x дегенім 3x қосылған 3. Сонда x 23 болады. 3 бөлінген 23. Енді дәл осыны үлкенмен пайдаланам. Үлкеніне салам. Үлкеніне салған кезде мына жеріне жазайық. X бөлінген 3 болады. Ал мына жағы менде x-тің өзі 3 бөлінген 23 қосылған 3. X-тің өзі 3 бөлінген 23. Тең болады мына жердегі диаметр R3. И осылай шығарамыз сонда. 3 бөлінген 23 R3 тең болады 9 бөлінген 23 қосылған 9. Мынаны 23-ке көбейтіп жіберуіміз керек болады. Астындағы 23-тер барлығы кетеді. Сонда менде не шығады? 3R3 тең болады 9 қосылған 180, 27, 207. R3-ті табамыз. 216 бөлінген 3. 72 сантиметр деген жауап шығады екен. Келесі 39. Биіктігі 1 метр тік темірдің көше шамына жақын жерге қойылғанда ол 80 сантиметр көлеңке түсірді дейді. Егер шам бағанасы мен темірдің арақашықтығы 1,5 есе артса, көлеңке 1,3 метрге дейін өседі. Шам биіктігі қандай? Бұл жерде белгілі бізде бір шам тұр дейді. Биіктігі 1 метр шам белгілі бір қашықтыққа қойылған кезде x деген бұның көлеңкесі 80 сантиметр болды дейді. Бүйтіп көлеңке түскен кезде.
Ал егер осының ара қашықтығын 1,5-ға арттырған кезде x плюс 1,5 метрге, ол кезде бұның ұзындығы менде 1/3 болды дейді. Мына ненің шамның биіктігі қандай? H тап дейді. Тоже үш бұрыштардың несі бойынша шығарып алайық. Мына жерде биіктік 1 метр менде. Үш бұрыштардың ұқсастығымен тоже шығара аламыз, е? Мына жерден жаза салайық. Осында 1 бөлінген 80 бөлінген 1 десек болады, тең болады 80 плюс x бөлінген h. 80h тең болады 80 қосылған x болады. Екіншісін дәл солай жазам. Сонда 1/5 бөлінген 1 деймін. Мынау 1/5 емес, 150 деп алам, е? 1/3 екен. 130 болады, себебі мен сантиметрмен алдым, үстін 80 деп. Ана жерде сонда менде x қосылған 1,5 280 деп алам, бөлінген h. Сонда 150h дегенім x қосылған 280. Екен бір-бірін азайтып жіберсем болады, үстінен астын. 70h тең болады 200 болады. H табатын болсам, 7-ге бөлетін болсам, 20-ны қаншадан келеді? Шамамен 1/9 деп алайық. 2-ден шамамен. Шамамен 2 деп, шамамен 3 деп жазайық. 21 деген 3 болады ғой бізде. Енді мына жерде біз что-то не алған сияқтымыз. 1 метр мен 1 метр кетіп қалды ғой, сантиметр емес. Кешірім сұрайын. Не в духе болып отырмын бүгін что-то. Барлығын сантиметрмен, барлығын метрмен алайық, мына 0,8 метр деп алайық. Сөйтіп дұрыстап шығарайық, 0,8 бөлінген 1 тең болады 0,8 қосылған x бөлінген h. Осы жерден шығады 0,8h дегенім 0,8 қосылған x. Екіншісін жазайық. 1/3 бөлінген 1 тең болады x қосылған 2/8 бөлінген h. Осы жерден 1/3h дегенім тең болады x қосылған 2/8. Екеуін бір-бірінен азайтамын. 1/3-тен 0,8 азайтсам 0,5h қалады. Мына жерде менде просто 2 қалады. Сонда h табатын болсам 4 деген жауап шығады. Жауап метрмен, е? 40-шы сұрақ. Күннің көкжиектен биіктігі 50 градус дейді. Мынау менде көкжиек болатын болса, күн осыған 50 градус бұрыш жасап түседі. Құдықтың түбін жарықтандыру үшін жазғы айнаны қалай орналастыру қажет? Бұл менде тік төмен кету керек, құдықтың түбін. Демек, мен айнаны қалай қоюым керек? Айнаны мен былай қоюым керек, е? И осы бұрышты тап дейді. Мына жердегі альфа деген бұрыш десек, осыны тап дейді. Ол үшін біз бірінші нені құрастырамыз? N құрастырамыз, е? Былай N. Мынау 90. Сонда түсу бұрышы мен шағылу бұрышы өзара тең ғой, ол 50 плюс 90 дегенді білдіреді, е? 50 плюс 90, бұл менде 140. Значит, түсу бұрышы, мынаны гамма деп алсайықшы. Түсу бұрышы альфа десек, ал альфа менде 70 градус. Мына жер 70, мына жақ менде 70 тұр. 70 болса, мына жер 20 болады. Ол жер 20 болса, мына жерде 20 болады. Сонда менде 50 плюс 20, гамма менде тоже 70 градус бұрышты құрайды екен. Келесі сұрақ 41-ші. Биіктігі 3 метр бөлменің ортасында төбеден 50 см қашықтықта шам ілініп тұр. Шамның сәулелері тек жоғары қарай бағытталған. Шамның үстінде төбеде диаметрі 60 см жазғы айна орналасқан. Бөлме еденіндегі айнадан шағылған жарықтың диаметрін есептеңіз дейді. Енді бөлме деп есептесек, бөлменің төбесі, бөлменің едені. Осыдан 50 см қашықтықта дейді. 50 см дейтін болсақ, биіктігі 3 метр жалпы. Осы жерде менде диаметрі шам сәулелері, просто шам тұр дейді. Диаметрі 60 см дейді. Демек, мұнан шетіне барады и төмен қарай жарықтандырады бұны.
дәл сол сияқты мына шетіне барады, айнаның екінші шетіне, сосын төменде жарықтандырады. Сол кезде менде мынандай бір жарық пайда болады. Осының диаметрін есептеңіз дейді. Енді біз мынадан былай қарата жүргізетін болсақ, бұл менде мынандай бір не десек те болады, жоғары қарата алсақ та болады, үшбұрыш шығарсақ болады. Сол кезде мына жердегі қашықтық менде қанша сантиметр? 50 сантиметр қашықтық дейді. И тоже таба аламын, 50 сантиметр бөлінген 60 сантиметр, ал мына қашықтық менде төменге қарата 3 метр плюс 50, 3550 бөлінген x деген болады. X-ті табамын, 420 сантиметрмен алдық, сантиметр, 4-2 метр десек болады. 42-ші сұрақ, нақты тереңдік дейді. Нақты тереңдікті табу үшін екеуін бір-біріне көбейтеміз, үстіндегі формула бойынша. 399 шамамен 4 метр шығады деген сөз. 43-ші сұрақ, жазық параллель шыны пластинкаға жарық сәулесі 60 градус бұрышпен түседі. Пластинаның қалыңдығы бар, сыну көрсеткіші осындай болатын болса, сәуленің ығысуын есептеңіз дейді. 60 градус бұрышпен түсетін болса, енді ығысудың бізде формуласы бар, D тең болады қалай еді? H үстінде бізде синус альфа минус бетта бөлінген косинус бетта формуламыз. Демек біз бірінші беттаны тауып алуымыз керек. Сыну көрсеткіші бар, сол арқылы беттаны тауып аламыз. Сыну көрсеткішінің формуласы синус альфа бөлінген синус бетта. Осы жерден синус беттаны табамыз. Синус альфа түбірасты 3 бөлінген 2, осыны бөлемін 1,5-ға. Түбірасты 3 бөлінген 3 болып шығады, синус бетта. Беттаның өзі неге тең осы жерден? Оны табуымыз керек болады. Түбірасты 3 дегенім 1,73, оны бөлемін 3-ке. И бұл менде түбірастынан қанша болып шығады? Түбірастынан емес қой. 1,73 бөлінген 3, 0,58, синус қанша градус? 0,58 болады менде. Бұл примерно 40 дейміз ба? 40 көп екен, 35 градус деп көрейік. Примерно 35 градус екен. Олай болса, мен дынын табамын. Дынын табу үшін қалыңдығы 2 сантиметр дедік. Осыны көбейтеміз. Синус 60 минус 35, ол менде 25 градус. Ал бөлінген косинус 35 градус. Енді тауып көрейік. Так, 25 градус синуспен табамыз. 0,42. 35 градус косинуспен 0,82. 0,42, 0,82. Орындарына қоямыз. 2 көбейтілген 0,42 бөлеміз 0,82. Шамамен 1 сантиметр болады деген сөз. 44-ші сұрақ. Дәл осындай ұқсас есеп қалыңдығын табуымыз керек. Керісінше ашты табуымыз керек. Бұны өздеріңіз табасыздар деген ойдамын, шығарасыздар, себебі формуласы үстіндегідей көрініп тұр. Күн сәулесінің ауадан шыныға өткен кездегі түсу бұрышы 30, түсу бұрышы 60, сыну 30 дейді. Жарықтың шынындағы таралу жылдамдығын табыңыз деген болу керек. Олай болса табайық. N тауып алуымыз керек болады. Синус 60 градус, түбірасты 3 бөлу 2, синус 30 градус 2-ден 1. 1,73. Сыну көрсеткіші 1,73, демек осынша есе жарықтың жылдамдығы кемейді деген сөз. В-ны табатын болсақ, 3 көбейту 10-ның 8-ін бөлеміз 1,73-ке. 3-ті бөлеміз 1,73-ке. Сонда тоже шамамен 1,73, 10-ның 8 дәрежесі метр секунд болады деген сөз. 46. Зат пен оның кескіні арасындағы қашықтық 78 сантиметр дейді. То есть D қосылған кішкентай F 78 сантиметр. G 3-ке тең дейді. Значит, F-тің өзі 3D-ға тең деген сөз. Линзаның фокус аралығын табыңыз дейді. Бізге F керек. Формуласын жазайық. 1 бөлінген F. Мына жерде енді біз таба аламыз. F-тің орнына 3D-ны қоятын болсақ, 4-ті тең 72, D-ның өзі 18 болады деген сөз. D 18 болса, мынау менде 54. 18 қосылған 54. 3-тен береміз.
f-ті табу үшін 54-ті бөлеміз 4-ке. 54-ті 4-ке бөлеміз 13,5 деген сөз, е? 13,5. Сантиметрмен, е? 47. Егер заттың линзадан қашықтығы 36 см, кескіннің биіктігі 10 см болса, ал егер заттың қашықтығы 24, кескін 20 болады дейді. Линзаның фокус арасын тап дейді. Егер D менде 36 см болатын болса, D1 деп алайық, онда кескіннің биіктігі H1 10 см болады дейді. Ал егер менде D2 24 см болатын болса, H2 20 см болады дейді. Маған фокус аралығы қажет. Сызықтық үлкейтуінің формуласымен шығарсақ болады. F бөлінген 36 тең болады 10 бөлінген кішкентай h. Бұл менде бірінші теңдеу. Екінші, егер заттың линзадан қашықтығы 24 см болатын болса, кескіннің биіктігі 20 см болады дейді. F1, F2, мынау менде h өзгермейді. Себебі дененің биіктігі өзгермейді, кескіннің биіктігі 20 см болады дейді. Олай болса, мен F1 мен F2-ні, бір-біріне қатысты мен не істей аламын? Түрлендіре аламын қазір. Олай болса, екеуін бір-біріне бөліп жіберсек қалай болады? F-ті 24-ке көбейтем, F1-ді бөлемін, F2-ні 36-ға көбейтем. Менде 2-ден 1 болады. Екеуін қысқартсақ, 2-ден берем, 3-ден берем. Сонда F1 дегенім 3, F2 бөлінген 4 деген сөз. Арғартан істейміз. Енді екі теңдеуді жазамыз, бірге. 1 бөлінген F, менде линза өзгермейді ғой. 1 бөлінген D1 қосылған 1 бөлінген F1 тең 1 бөлінген D2 қосылған 1 бөлінген F2. Мына теңдеуім бар, осыны енді шығарам. 1 бөлінген 36 дейм, қосылған 1 бөлінген кішкентай F1, 1 бөлінген 24 дейм. Мына жерге F2-ні тауып алайын, лучше. Мына жерде 1 бөлінген F2-ні тапсам, ол 4F1 бөлінген 3 үстіне шығады. Енді осы жерден бір жағына жинаймыз. 1 бөлінген 36, минус 1 бөлінген 24, 3 бөлінген 4F1, минус 1 бөлінген F1. 4-тен береміз. Мына жерде 2-ден береміз, 3-тен береміз. Минус 1 бөлінген 72 тең болады, минус қанша болады? 1 бөлінген 4F1. Значит, F1-нің өзі менде 18 см болады деген сөз. Дальше мына жерден орнына қоямын. Или F-тің өзін таба салайық. D1 дейм, 36 көбейту 18 дейм, астына 36 қосылған 18 дейм. 36 көбейту 18, менде 54. 3-тен берем, 12 см деген жауап шығады. Және де соңғы есеп 48. Егер заттың кескінін заттан 6 см қашықтықта беретін шашыратқыш линзаның оптикалық күшін анықтаңыз дейді. Заттың биіктігі бар, кескіннің биіктігі бар. Заттың кескінін заттан, значит, D плюс кішкентай F дегенім 6 см болады. D-ның өзі F-тің өзі 2 D-ға тең, значит, D-ның өзі менде 2 см, F менде 4 см дегенді білдіреді. Оптикалық күшін табуымыз керек. D-ны, D дегенім 1 бөлінген F, шашыратқыш линза, 1 бөлінген 2, 0,02 дейм. Азайтам 1 бөлінген 0,04. 2-ден береміз. 1 болады үсті. Астында 0,04. Мына жерде менде минус болады. Минус шашыратқыш болған соң минус 25 диоптрия болады деген сөз. Осымен талдауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.